Жетіні түсіндірем. Басында мына жаққа з дейді да, здан кейін нүкте қойып қояды. Енді үлкен сөйлемдік мына қараңыз мына жаққа. Астына the more you learn by heart new words, the better you speak English. Осындай бір ұзын сөйлемдер береді. Бұл дегені қараңыз, the A2 ережесі бұл қаншама соншама деген ереже. Аудармасын мына жаққа жазып қойыңыздар. Жазыңыздар. The more you learn by heart new words, қаншама көбірек жаңа сөздерді сен жаттасаң, the better you speak English, соншама жақсырақ сен ағылшынша сөйлейсің. Сонда тестте қалай түседі бұл? Тестте. Мынау the-ні беріп қояды сіздерге, мына точка қалады. Екінші the-ні беріп қояды, мына жерге нүкте қояды. Ал білмеген оқушылар ой мына жақта the кепті ғой дейді да, A3 қояды. Күшейтпелі шырай. A3 келмейді, A2 келеді. Себебі бұл жерде әрі күшейтіп, әрі салыстырып жатыр екі сөйлемді. Қаншама сен жаңа сөйлемді жаттасаң, соншама сен жақсырақ ағылшынша сөйлейсің. Әрі күшейтіп жатыр, әрі екі сөйлемді былай салыстырып жатыр. Соны жетіні жақсылап түсініңіздер. The A2, сонда салыстырмалы шырай келеді. Аудармасы қаншама, соншама. Сонда тесттің жауабы қайсы болады? Қайсы бірін таңдаймыз?